Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай езілмейтін және де дәмдеуіштің көмегінсіз сарғыш болып шығатын палау дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге керекті сәбізімізді алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Одан соң видеода көріп тұрғандарыңыздай жалпағынан турайтын боламыз. Қатты жуан етіп жібермеңіздер, жіңішкелетіп турайтын боламыз. Одан соң сәбізімізді ұзынша етіп тураймыз, яғни соломка ретінде тураймыз. Қатты жуан, қатты жіңішке етіп турамаңыздар, орташа ретінде тураңыздар. Солай жалғастырып, сәбіздеріміздің барлығын жаңағыдай турап шығамыз. Мінекей сәбіздеріміздің барлығын ұзынша етіп турап алдық. Енді пиязымызды турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп тураңыздар. Мінекей біздің пиязымыз дайын. Енді қазанымызды қатты отта қыздырып аламыз. Одан соң осындай мөлшерде сұйық майымызды құйып, оны да қатты отта сұйық майымызды қыздырып аламыз, жақсылап тұрып. Мінекей біздің майымыз қызды. Енді оның үстіне етімізді саламыз. Етімізді ешқандай да турап алмаймыз. Осылай бүтін күйінде салатын боламыз. Осылай екі жағын жақсылап тұрып қызартып аламыз етіміздің. Сонда біздің майымыз кішкене сарғаяды. Енді етіміздің келесі жағына ауыстырып, екінші жағында жақсылап тұрып қызартып аламыз. Етіміздің екі жағы да қызарды. Көріп тұрғандарыңыздай, енді оның үстіне жаңағы турап алған пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап тұрып қуырамыз, сарғыштау етіп, қатты күйіп кетпесін, бақылап тұрыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоны алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің видеомды соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, қолдап кетіңіздер. Пиязымызды осылай сарғыштау етіп қуырып алдық. Енді оның үстіне жаңағы турап алған сәбізімізді саламыз. Оны да кішкене ғана қызартатын боламыз, яғни қуыратын боламыз. 1-2 минут қана, көп уақыт қуырмаңыздар, себебі езіліп кетуі мүмкін біздің сәбізіміз. Сәбізімізді қуырып болдық. Енді оның үстіне суымызды қосамыз. Бізде суымыз жылы су болу керек, және де қанша мөлшерде су қосқандарыңызды есептеп алыңыздар. Зирамызды қосып аламыз. Одан соң тұзымызды қосамыз. Оның барлығын жақсылап тұрып араластырып жібереміз. Одан соң отымыздың астын баяу отқа қойып, қақпағын жауып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Еті піскенше жарты сағат немесе 40 минутта пісіріп аламыз. Күрішімізді жақсылап тұрып салқын сумен мөлдір су болғанынша жақсылап тұрып жуып аламыз. Одан соң осылай жылы су құйып қоямыз. 1-2 сантиметр күрішімізден асып тұру керек. Сонда біздің күрішіміз жібіп әдемі болып тұрады. Жаңа біз палауымызға қанша су мөлшерін қостық, сондай мөлшерде күрішімізді қолданамыз. Сонда біздің күрішіміз езіліп кетпейді. Мінекей біздің етіміз пісті. Астын қатты отқа қойып, осылай қайнатып алғаннан соң кішкене суы тартылады. Сол кезде күрішімізді саламыз. Міндетті түрде қатты отқа қойып қойыңыздар. Сонда суы тартылады. Сосын барып күрішімізді саламыз. Енді күрішіміздің барлығын бір жаққа жинақтайтын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай тегістеп, әлі де асты бізде қатты отта тұр. Осылай жинақтап алғаннан соң салафан қалташасын бетіне осылай қойып қоямыз. Сонда өз буына өзі әдемі болып піседі, және де бір күріші пісіп, бір күріші піспей қалмайды. Барлығы біркелкі әдемі болып піседі. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің палауымыз пісіп шықты. 15-20 минутта күрішімізді осылай пісіріп алдық.
біздің палауымыз дайын болды. Енді етімізді бөлек алып аламыз. Одан соң астыдан үстіге қарап палауымызды араластырып аламыз. Қажетті палауымызды енді ыдысымызға салып аламыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай да біздің палауымыз езілмей, әдемі шашыраңқы болып піскен. Біздің палауымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін осы тәсілмен. Егер де видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.